Ақтөбе қаласы нөмірі 31 қазақ орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Танашева Сәуле Аманжолқызы. Саламатсыздар ма 3 класс оқушылары? Бүгінгі математика сабағымызды бастайық. Бөлімі суды қорғау, сабақтың тақырыбы ішкі жиын. Сен бүгінгі сабақтан жиындардың ішкі жиын құрастыруды үйренесің. Құрметті оқушы, күнделікті өмірде сен суды үнемдесең, бір күнде қанша литр суды үнемдеуге болады деп ойлайсың? Егер шүмектен су тамшылап тұрса, бір тәулікте 30 литр су кәріз жүйелеріне ағып кетеді. Сондықтан істен шыққан шүмекті уақытында жөндетіп, оның толық жабылғанын тексеріңіз. Ыдыс-аяқ жуған кезде де ауыз суды үнемдеуге болады. Ол үшін шұңғыл табаққа су толтырып, ыдысты сонда жуыңыз. Шүмекті ашып, стақанға су толтырып алыңыз. Тіс жуып болған соң, аузыңызды стақандағы сумен шайыңыз. Бұл сізге күлкілі көрінер. Дегенмен дәл осы әдіс арқылы күніне 4-5 литр су үнемдеуге болады. Кір жуу машинасын жуатын киім көбейген кезде ғана қолданыңыз. Күн сайын ваннаға түсе бергеннен көрі душ қабылдауды әдетке айналдырыңыз. Ал көлік жуған кезде суды шлангпен шектен тыс ағыза бермей, шелекке құйып алып жуыңыз. Заманауи сенсорлы шүмектерде суды мейлінше аз пайдалануға мүмкіндік береді. Оқушы, сен өткен сабақта жиын дегеніміз ортақ белгісі бар заттар жиынтығын білдіретін білдің. Егер А жиынның әрбір элементі В жиынына тиісті болса, онда А жиыны В жиынның ішкі жиыны деп аталады. А жиыны В жиынына тиісті болса, қалай жазылатын үйрендің. Және жиындардың қатынасын Эйлер-Вен диаграммасының көмегімен бейнелеп көрсетуге болады. Бірінші тапсырма. Эйлер-Вен диаграммасымен кескіндеп көрсет. Оған бірнеше элементтерді жаз. N екі таңбалы натурал сандар жиыны. Оқушы, N жиынына сен 12, 18, 27, 30, 32, 47, 60 сандарын жаз. Осы сандар жиынынан А 30-дан кем екі таңбалы натурал сандар жиыны, В 30-ға тең және одан артық екі таңбалы натурал сандар жиынын тап. Уақыт кетті. Енді өзіңді тексеріп көр. Жарайсың, сен бұл тапсырманы дұрыс орындады деп ойлаймын. Екінші тапсырма. 3 жиын берілген. Ішкі жиынды тап. Дәптеріңе Эйлер-Вен диаграммасының көмегімен бейнеле. Әрбір жиынның бірнеше элементін ойлап жаз. Оның ішкі жиынын құр. Бірінші жиын 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны. Екінші жиын бір таңбалы натурал сандар жиыны. Үшінші жиын екі таңбалы натурал сандар жиыны. 100-ге тең және одан кем натурал сандар жиыны қандай түспен бейнеленген? Белгілеп көрсет. Уақыт кетті. Өзіңді тексер. Жарайсың, сен бұл тапсырманы да дұрыс орындадың деп ойлаймын. Құрметті оқушы, сен бүгінгі сабақтан күнделікті өмірде суды үнемдеу маңыздылығын, жиын дегеніміз не екенін, Эйлер-Вен дөңгелегін дұрыс пайдалануды
жиындардың ішкі жиын құрастыруды үйрендің. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.